Кастинг. Ей қыз, бергеш. Сенің жұлдыз болғың келе ма? Иә. Өнерің бар ма? Иә. Ән айта аласың ба? Иә. Би билей аласың ба? Иә. Олай болса, не дұрыс? Кастингке барғаның дұрыс. Онда біздің кастингке бар. Кастинг не? Кастинг дегенше, оны мамаңнан сұрайсың, я ма? Мен кеттім. Кастинг. Кастинг не? Айселу, сен ойнамадың ба не? Далаға шығып ойнайым деп едің ғой. Не болды? Қыздар кетіп қалып па үйлеріне? Иә. Үйге келе бер. Үйде отыра бер, я? Не болды, не дейсің? Кастинг не? Кастинг дегеніміз ол жұлдыздарды, әртістерді іріктейтін байқау ғой. Не қылды? Оны кім айтты саған? Бұл аға айтты. Қайда айтты? Далада айтты. Далада саған кастинг деп айтты ма? Не деді сосын? Кастингке кел деді ма? Иә. Қой, кастингте не істейсің? Керек емес. Ой, кастингке бағын келеді. Не істейсің кастингке барып? Ойнайды, жұлдыз болам. Жаным, сен онсыз да менің жұлдызымсың ғой, Айселек. Сен онсыз да менің жұлдызымсың. Қой, бармай-ақ қояйық. Не істейсің ояқта? Ой. Барғың кеп тұр ма? Жұлдыз болғың кеп тұр ма? Иә. Сен онсыз да үйдің жұлдызысың ғой. Одан да үлкен жұлдыз боласың ба? Ой, иә. Жарайды, онда. Жүргінді қай жақта болып жатыр екен? Ол қай жерде болатын айтты ма? Иә. Қай жақта болады дейді? Айтқан жоқ. Енді қайдан табамыз оны? Мен телефоннан қазір қарайын, иә? Сосын Инстаграмға жазып жатқан шығар. Кастинг жариялаймыз, осындай адреске келіңіздер деп. Сосын сол адрес бойынша баратын боламыз қазір, иә? Иә. Бар онда, жолға дайындал, киімдеріңді алып ал, кастингке барамыз, иә? Иә. Айселу осы жерде болады екен, біздің үйге жақын екен, иә? Қазір есігін үрек. Тоқ, саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Кастинг осы жерде болып жатыр ма? Иә, болып жатыр, бірақ бітіп қалды. Ой, кастинг аяқталып қалды ма не? Сіздер кешіктіңіздер. Айселу, кастинг аяқталып қалды дейді. Бізге бір мүмкіндік беріңіздерші. Менің қызым жаңа естіп кастинг болатындығы жайында. Сонымен көріп, өзінің өнерін көрсеткісі келіп тұр. Кішкене бір 5 минут уақыттарыңызды бөліңіздерші. Сіздер кімсіздер өзі мына жерде кастинг? Мен осы кастингтің директорымын. Бұл режиссер, ал бұл сценарийші. Сценарист. Не істейміз жатсыздар сонда кастингтен өткен балаларды? Бізге осы алдымызға 100 бала келді. Біз солардың өнерлерін тамашалап, соларды іріктейін деп жатырмыз. Іріктеп жатсыздар ма? Мен сценарийге жазып қойдым. Сіз сценарий жазып қойдыңыз ба? Енді бізге бір мүмкіндік беріңізші. Менің қызым өзі ән айтады, би билейді, иә? Барлық нәрсені жасап бере алады, сурет те сала алады. Міне қаламды көрсетіп тұр. Бір мүмкіндік беріңіздерші. Өтінем. Айселу, бізді қабылдамайын деп жатыр ғой. Басеке бір мүмкіндік берейік та. Жарайды, өнерін тамашалап көрейік. Біз сіздерге бір мүмкіндік бердік. Ура! Айселу, бізге бір Біз мүмкіндік бір бердік. кино түсірейін деп жатырмыз. Соған біз режиссерлар, әртістер іздеп жүрміз. Іздеп жүрсіз. Сіздер осы іріктеуден ең үздік команда осы біздің киноға түседі. Ең басты рөлге қызыңыз да түсіп қалуы мүмкін. Ура! Қазір біз өзіміздің өнерімізді көрсетеміз. Бірінші не істеу керек еді? Қазір біз дайынбыз. Қазір біз не істеу керек деймін. Алдымен әдемі жүру керек. Міне. Қалай? Айселу қараса былайынан жүру керек дейді. Қайнан аға. Қазір тұра тұрыңыз, біз көре алмай қалдық қой. Мода көрсеткен сияқты болып жүру керек па? Айселу кішкене жүре аласың, иә? Солай жүру керек. Айселу, біз әдемілеп жүре аламыз, иә? Қазір менің қызым жұлдыздар сияқты жүреді. Мықты жүре ма не? Мықты жүреді, қазір көрсетейін. Аттарыңызды сұраңыз да жазып алайын. Атымыз ба? Біздің Айбек қызы Айсел жазып қойыңыздар. Қазір ұмытып кетулеріңіз мүмкін. Ал міне қараңыздар, сіздер кастинг директорлер, қараңыздар менің қызымның қалай жүретініне. Айселу, қара әдемі болып жүр, иә? Күшті болып жұлдыздар сияқты. Сіздер қолдарыңыз шапалақтап отырыңыздар. Қазір тұра тұр, мына жерден бастайын. Баста деймін, тұра тұрыңыз. Ал 1, 2, 3 жүріңіз әдемілеп. Әдемі жүреді екен қызыңыз. Міне мода көрсетті. Міне күшті жүрді. Оған жүргенде мықты жүрді ғой. Мықты жүрді. Енді не істеу керек? Мен оған Не істеу керек?
ән айту керек. Ән, кел Айселек, әніміз бар біздің. Қандай ән бар еді? Қай әнді айтамыз? Кел, біз жаңа дайындалып келгенбіз, қазір 1 минут тұра тұрыңыз. Қазір біз әдемі қызым әдемі өлең айтып береді. Кәне осы жерде. Қазір тұра тұр, мына жерге тұрып алсай. Қазір сіздер әдемілеп тамашалаңыздар. Айселек, сен мына жаққа Айселек, мына ағаларға қарайсың, мына жерде директорлар отыр осы жерде. Ал айтып бер ал. Сием біздің қайдыкен. Ашқалаға тауық кеткен. Ашқаладан ақсаладан сылды. Осындай реп айтатынымыз бар еді, я. Оны айтпай-ақ қоймадың ба? Ойбай, айтпа. Кешіріңіздер, кешіріңіздер. Ол өлеңді айтпа. Өттіңіздер. Керемет айтады екенсіздер. Біз күшті айттық, иә. Вау, өлеңнен өттік. Келесі би билеу. Ой, менің қызым биді қатырады, қазір күшті билейік қараңыздар. Ал, билеп бер ал, Айселек, күштеп биле, иә. Күшті биледің, жаным. Сіздерге ұнады ма? Осындай керемет өнеріміз бар. Айттым ма біз өнерліміз, біз жұлдыз боламыз дедік қой. Қақпақтарыңыз айтыңыздар. Және өздеріңіздің барлық өнерлеріңізді көрсетіңіздер. Айселек, әдемі тақпағымызды айтып бер. Ағаларға бас бармақты айтып берсе, ал ағаларға. Бас бармақ, балан иек, отан диек. Шыты сүрмек, кішкене бөбек. Так, біздің тағы да аю туралы тақпағымыз бар. Айтып бер, орман. Омбай, тайғы, аюдың, құппан айдың, көбетін. Атқы, желеп, авайық, қатамашқа савақ. Айселек, енді аққоян туралы тақпағымыз бар еді ғой, ұзын құлақ сыр қоян, ә? Ұзын құлақ сыр қоян, естіп қапты, саптады, атқа сырғыды, келе жатқан томбандап, көжегі екен. Осыны. Сіздерге ұнады ма? Кереметке өнерлеріңіз. Сіздер 100 адамның арасында ең мықты болып тұрсыздар әзірге. Біздің соңғы сайысымызды режиссер айтсын. Тағы сайыс қандай айтады? Бізге жан-жануарлардың іс-қимылын көрсетсін. Жан-жануарлардың ба? Мысық, маймыл солардың ба? Ой, смело. Ой, біздің Айселек қазір жасап береді. Айселек ағаларға қарап тұр да, мына жақта кастинг директорлері қарап тұр да. Сен қазір андай мысық болып берші, мысық бол шықане. Ашуланған мысық бол. Ағаларға қарап. Ағаларға, иә. Ал енді Айселек сүйкімді мысық бол, аянышты мысық бол. Сүйкімді кеңгіше. Ал енді маймыл болып бер, маймыл. Ал күшік болып көл, күшік. Ашуланған ит болса, ашуланған. Енді сүйкімді күшік бол, сүйкімді. Көрдіңіздер ме? Қызымыз нағыз әртіс екен. Директорының көңілінен шық. Біз қуаныштымыз. Негізі әртістерге сонда жан-жануарлар болып бер деген кезінде болып береді ғой. Басты рөлде әдемі жүру керек, билеу білу керек, ән айту білу керек, жануарларды істеп беру керек. Сіздер бүкіл адам үйрену керек сияқты. Бізден барлығы үйрену. Енді біз барлық өнерімізді көрсетіп болдық. Енді сіздер шешім шығарасыздар ғой. Біз сыртта күте тұрайық, өздерің жақсы шешім шығарарсыздар деген үміттеміз. Айселек жүр, біз күте тұрайық. Егер біз өткен болсақ, сіздер айтасыздар ғой хабарлап, ал жарайды онда біз күте тұрайық. Айселек, қопалышып тұрмын. Біз өтеді ме екен? Біз кастингтен өтпейді ме екен? Келіңіздер дейді. Болдыңыздар ма, шешім қабылдап болдыңыздар? Айселек, кішкене қорқып тұрмын, аяқ қолым дірілдеп тұрсың ба сен?
Аха. Бүгінгі кастингтің шешімін шығарайық. 100 адамның арасынан. Кастингке келгендеріңізге барлығыңызға рахмет. Біз осы кастингтің іріктеуін шештік. Енді бұны мен айтайын. Бүгінгі кастингтің жеңімпазы, жұлдызы Айбек қызы Айсел. Сізді үздік қатарға ілеміз. Сондықтан сізді Алматы қаласына киноға шақырамыз. Киноға түсеміз. Ұшаққа тегін мініп қайтасыздар. Ұшаққа билеттеріңіз тегін, жататын Иә. жеріміз бәрі Иә. тегін болды ма? Ура! Ағалардың қолынан ал рахмет те. Ура! Құтты болсын. Біз жұлдыз болды. Айселек біз әрі қарай жұлдыз болып кетеміз, иә? Құдай қаласа. Ура! Айселек біз енді Алматыға барамыз. Иә. Рахмет сіздерге. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Киноларыңыз күшті болсын. Біз енді Алматы қаласына сіздердің арттарыңыздан барамыз. Күшті кино түсіреді деп ойлаймыз. Оған дейін біз дайындаламыз. Айселеге. Сіздерді кинодан әлем танитын болады. Ура! Ура! Сіздерді көрсетеді. Айсел, сен нағыз жұлдыз болдың. Шын? Айселек, біз жұлдыз боламыз. Айселек, достарға не дейміз? Мен каналымға келіңдер. Мен киноға түсемін. Мен киноға келіңдер. Отбасымда комедия жасында пока-пока. Достар, келесі видеода кездескенше. Пока.